Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге алуа, бүгін сіздермен бірге осындай лимон жеп отырмын. Сіңілім бұрында, мына қараңыздар, мынандай целый да, мынау қабығын емес, қабасыз бірден деп жейтін еді. Қазір әдеп жатыр ғой. Бұнда қандай наптырман жейтін еді. Мен де бұрында наптырман жейтін едім. Қазір көрейік. Бағана жеген. Енді видеода, может быть, сізге лайк жинайсыздар, сол үшін мен күшті жеймін деп ойлаймын. Мне кажется, кесілі. Қара, вообще, тоқта. Вообще қазір күлмеймін. Обязательно достар, подпискамыз кетіңіздер. Мана қазір мен андай не қылып жемеймін, қазір көресіздер. Қарап отыр. Аузына су ағып кетеді ғой. Көзімді ашамай кеттім. Сіздер тамақ жеп отырсаңыздар, приятного аппетита. Мен вот я. Бұл кезде тамақ емес. Сіздер кім қант жейді? Құр өзін. Мені сіңірім тупой екен. Қант жейді. Құр өзін просто. Не деді? Сені просто қант жейді. Просто айна қояса жайына. Просто қант жейді. Представляете, сіздер жейсіздер ма? Мен вампир емеспін, қант жейді. Мен вообще қанты жеп көрмеппін. Жейді дегенде жалап көрмеппін вообще. Жемеші қанты, көтің жапсады. Кімні, достар, сіздер әпке болсаңыздар, сіздердің өздерін сіңіліңізге ұрсасыздар ма? Мен қатты ұрсам. Ұрсып алам, еркелетіп алам. Қараңыздар, достар, сіздердің сіңіліңіз ерке болса бітесіздер. Мысалы, телефон бермей жатыр, берші. Енді сен көрдің ғой деп атқан кезде, саған сенде қарап жатпай. Болды, маған қарайсың ғой, способ мен сіңілім кәді сондай. Қараңдар, не айтатын сөзім. Маған қарап жат, ұйықтайтын кезде айт, қанша бар сәт ұйқың кеп тұр ма? Сондай сұрақтар қояды.